Аспаннан жіберілген нан. Себетіңде не бар? Hech narsa. Мен саған. Ұслаң оны. Берман кел, ізінен қу. Кешірерсіз сахаватлы инсан. Аш адамлар менен наныңды бөлісе алмайсаң ба? Олсыз да өзімде аз. Яқ. Өзіңді бас. Бұның пайдасы жоқ. Олар сені және ұрады. Тынышлан. Аш қалғаннан көре өлгенім жақсы. Жақсы, сен жас үлкенді тыңла. Ендігі мәрте басыңды сипап отырмаймыз. Жақында әммесі өзгереді. Ишая пайғамбар айтқан, құтқарушы келген уақытта оның ізіне ергелер ашлық пенен шөлден жәбір көрмейді. Бұндай ертектерге сенбеймін. 100 мәрте естім, ал бірақ еш нәрсе өзгерген жоқ. Төгерегімізде әме жәбір көрмекте. Әмме ұйқылап жатыр, ауыл елі іслеп атыр. Міне наншының өмірі. Салық жинаушы болуым керек еді. Ешкім олар мені ұрыспайды. Қайтама ұйқылауға уақыт жетерлі болады. Жасау үшін пұл табудың жеңілдірек жолы болу керек қо. Жеңілдірек жолы болу керек. Нан бүгінгі ме? Ұқсамайды ғой. Бүгінгі таза. Түніменен ұйқламастан іследім. Демек таза деп айтсақ болады. Ал Исақтың нанның таза екені көрініп тұр. Онда бар Исақтан ала бер. Сондай қыламан. Яқ. Ешқандай тілемшілік керек емес. Кет ара. Еш болмағанда кішкене бөлігі бере алмайсыз ба? Біздер бұл жерде жұмыс істеп жатырмыз. Түсіндің бе? Жоғал. Ілтимас, қатташ болып тұрман. Қарауыл шақырыңлар. Уах! Не болды? Не? Уах! Қатты ауырып жатыр. Не болды саған? Уах! Жәрдем берің. Мына нанды жеп едім, жаман болып қалдым. Не қылып қатып тұрыпсың? Жігітке нан беріп жібер. Карамат көрсетуші жақыламақта. Оның аты Иса. Ол ауруларды шпалап, соқырлардың көзін ашалады. Бұл өтірік. Яқ, мен оны өзім көрдім. Ол ең аяншылы, бақытсыз өмірді бақытлы, қуанышлы өмірге айландыра алады. Бұл хақиқат. Біздердің өміріміз ашнарлы бақытсыз. Ауа, карамат азы біздерге кесен жетпейді. Жүр барайық. Қыз өліп қалған екен. Бірақ оған Құдайдың құдіреті жәрдем беретұғынын білдік. Біздер май жағып, оған жарылқау тіледік. Кейін ол тікейіп біздердің алдымызда тұрды. Ешқашан ауырмағандай саппасау болды.
Сенім менен һәмме нәрсені іслеу мүмкін, һәмме нәрсені. Ұстаз, теңізде қаламыз ба? Яқ, қойларды ауқатландыратын уақыт болды. Осы шаршағанымызға тұрарлық деген үміттемен. Қандай жағдай болғанда да қызған тандыр мені ауыр минеттен жақсырақ? Қармағыңды алда біздерменен жүр. Қайықта Иса бар. Иса? Караматлар көрсетуші. Адамлар оны құтқарушы дейді. Ол менің жанымды аспаннан берілген нан менен тойдырар. Жоғарыдан жіберілген аспан маннасы менен. Енді болмас ашлық еш қашан. Аспан наны сондай мазалы. Кім жесе өмір таратар. Кел оның тарихын естуге. Кел оның даңқын көруге. Кел оның жоғарыдан жіберілген сүйіспеншілігін сезуге. Сілерге үйреткен сөздерім маған тиіслі емес, мені жібергенге тиіслі. Егер менің айтқанларымды орындасаңыз, сіздер білесіз, менің сөздерім адамлардан емес, ал Құдайдан берілгенін. Ұстаз, кеш болып баратыр. Адамларды ауылдарға жіберейік. Олар өздеріне азық ауқаттан жатақ жер іздесін. Адамларды сен ауқатландырасың. Ұстаз, бұл жерде 10 мыңлаған адам бар. Һәммесін ауқатландыру? Барып көр, адамлардың жейтұғын азықлары бар ма екен? Сенің қасыңда азық ауқат жоқ па? Яқ, біздер алуға үлгермедік. Жейтұғын затыңыз жоқ па? Біздер ұзақ уақыт қаламыз деп ойламадық. Сіз жейтұғын зат алмадыңыз ба? Иса сұрап атыр. Кімде жейтұғын азық бар? Сақауатлы адам. Ал сізде ше? Нан, мейуелер, басқа жейтұғын не болса да? Жейтұғын зат ешкімде жоқ па? Ұстаз, бұл балада 5 нан менен 2 балық бар екен. Бұл біздердің тапқанымыздың болғаны. Бұл біздерге не болады? Сен өз наныңды бөлісіп, шыда сақилық көрсеттің. Аш адам менен бір бөлек наныңды бөлісе алмайсаң ба? Ол сізді нанымаз. Құдайым, өзің жарылға. Ол жанымда аспаннан келген нан менен толтырар. Тірі су дария болып ағып, шөлімді қандырар.
сондай таза мөлдір су аспаннан ағып, ішкен адамарға күш беріп, үміт оятар. Келіңдер, себетлеріңізді нанға толтыраман. Сіздер адамларды ауқатландырыңлар. Кел ол хақында естуге, кел оның даңқын көруге, кел оның жоғарыдан жіберілген сүйіспеншілігін сезуге. Ол жанымда аспаннан келген нан менен толтырар. Не? Бұл жерде не болып жатыр? Иса қазір ғана 5 нан мен 2 балықты көбейтті. Нәтижеде адамлардың бәрін тойдыруға жетті. Бұл қалайынша? Міне. Бұл біздердің нанымыз ғой. Бұның не екенін түсіндің бе? Біз жұмыс істемесек те болады. Еш нәрсеге түсінбедім. Иса Хауадан нан істей алатұғын болса, түн ортасында тұрып нан жабудың не керегі бар? Оны бұндай қылуға мәжбүрлей алмаймыз ғой. Оны алғыслаймыз. Егер ол нанды көбейтуді давам ете берсе, біздер оны патша қылуға уәде береміз. Ава, оны патша қыламыз. Ешқандай қызып тұрған тандырда, және түн ортасында тұрудың да керегі жоқ болады. Әмеңіз маған құлақ салыңлар. Сен неслеп күн көресең? Мен теміршімен. Сен қалер ме едің ұстаханаңның әр күні темірге толғанын? Сол уақытта әттегі шөкіш ұстауың да керек болмаған болар еді. Қалер едім. Иса сондай қылады, егер оны патша деп жарияласақ. Ол ауларымды балыққа толтыра ала ма? Толтыра алады. Санап таусалмайсам, ауларыңды өзі тартып та береді. Достар, тәшвишленбей жасаймыз. Егер Иса патша болуға разылық берсе, ұстаз, һәм мені ауқатландырдық, және себетлерде де ауысып қалды. Ұстаз, бұл жерде мені патша қылуды қалеушілер бар. Себебі мен олардың өмірін караматқа толтырып, жұмыслардан азат етеді деп сеніп жатыр. Қайыққа мініп, өзіңізге Капернаумға қайтың. Мен тауға шығып, дуа етемен. Кейін сілер менен ұшырасаман. Ол қай жаққа баратыр? Иса біздер таслап кетпе. Иса, қай жаққа баратырсың? Иса, тынышланыңлар. Мен оның не істейтұғынын көрдім. Ол тауға дуа ету үшін шықты. Онда оның түсуін күтеміз. Қашан болмасын ол бәрібір түсуі керек. Бекке мұсла, дауыл күшейіп батыр. Жіпті ұстап қал, арқанды бекке мұсла, желқонды алып тасла.
Ала алмай атырман. Арқан қысылып қалған. О, Құдайым, біздерді құтқар. Анаған қара. Бұл жауызрық қо. Аруақ. Қорқпаңлар. Бұл мен. Бұл Иса. Қорқпаңлар. Қашанға шекем дуа ете береді. Оны іздеп табуымыз керек. Мен жұмысыма қайтып баруды қаламаймын. Мен де. Тыңлаңлар, менде бір пікір бар. Арғы жағаға жүзіп, оның 12 досын табамыз. Иса ертеме кешпе олар мені ұшырасады. Кім маған келсе, ол ешқашан ашлықтан жәбір көрмейді. Кім маған ісенсе, ешқашан шөллемейді. Мен сілерді тапқанына қуанышлыман. Біздер сілердің жетекшіңіз Исаны іздеп келдік. Ау қалай? Сіз тауда қалып едіңіз? Алла һәм дана ұстаз, біздер сені һәме жерден іздеп шықтық. Ауа, біздер сенің қызметкерің болу үшін келдік. О, ұстаз, сен не бұйырсаң да орынлаймыз. Маған сеніңлер. Саған садық болып қалуымыз үшін, бұннан да ұлырақ қарамат көрсетерсең, өзің түсінесен ғо. Мәселен, Құдай аспаннан манна жіберді. Мұса, Израиль қалқын бағуы үшін. Мен де сондай қыламан. Мен сілерге аспан маннасын беремен. Егер сілер менің нанымды бөлсеңлер, ешқашан ашлық көрмейсілер. Ажайып. Әлбетте, біздер саған сенеміз да, сенің қалеген тілегіңді орындаймыз. Ал нан қане? Мен өмір наныман. Ата-бабаларыңыз хақиқаттан да шөлстанлықта манна жеді, һәм өлді. Мен аспаннан түскен өмір наныман. Маған сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Өйткені мен өзімнің еркімді орындау үшін аспаннан келмедім. Ал мені жіберген әкемнің еркін орындауға. Мені жіберген әкемнің еркі сол. Ұлды көріп, һәм оған сенген әрбір адамның мәңгілік өмірге ие болуы. Мен оны соңғы күнде тірілтемен. Сен әзірлесіп атырсаң ба? Менің тәлімім сені қапа қылып атыр ма? Менің сөздерім жаныңды өмірге толтыра алады. Біздерге ұсынып атырғаның тек осы ма? Тек сөздер ғана ма? Біздер болсақ оны патша қылмақшы едік. Менің ізіме еріңлер. Бұл сөз қайдан шықты? Сенің жолың біздер ойлағандай аңсат емес екен. Ол біздер үшін карамат істейді деп уәде беріп едің ғо. Мен қайдан біліппен оның патша болуды қаламайтұғынын. Сонда не, ол нанды көбейтпей ме? Тандырымызға қайтып баруымыз керек құсайды. Сізлер де кетесіз бе?
Ketip kimge baramız? Iyem. Senin sözlerin мәңгілік өмір. Һәм bizler оған ісенеміз. Және bizler білеміз сен Масихсаң. Тірі Құдайдың ұлысаң. Мен сізлерменен төбелесе жақ емеспен. Бүгіннен баслап мендегі бар заттың ярымын алуыңыз мүмкін. Мен оны ұшыраттым. Оның аты Иса. Сені оған алып бараман.